Армысыз қазақ ұлты, баршаңызға Алланың сәлем болсын. Ұлықтаушы Алла мәртебемізді үстем етсін. Ойды ой қуады, толқыннан толқын туады демекші. Бүгінгі түн маған өте ауыр келді. Неге дейсіз ғой? Кенесары хан түсіме аяммен келді. Кет балам Қырғызстанға деді. Жақсы ит өлігін көрсетпейді. Жақсы ит өзінің жақынынан тая жемейді деді. Содан кейін не болды дедім, сенің айтар сөзіңнің уақыты бітті деді. Несі бітті дедім. Бүткіл шындықты айттың деді. Біреу мойындады ма деді. Не ант бере алмайды. 5 уақыт намаз оқып, қажыға барып, құлшылық жасап жүргендердің өзі ақиқатты айта алмайды. Аллада серік қосушы. Біреусі шындықты мойындамайды. Үкіметке сын айта алмайсың, үкімет комитетін жібереді. Байларға сын айта алмайсың, байлар рекеттерін жібереді. Осының бәрі соңына келгенде мені деді Кенесары хан, қырғыз өлтірген жоқ деді. Төбемде Құдай бар шығар. Мені өлтірген қазақтар деді. Мені сатқан қазақтар, менің кегімді барып ешкім қайтарып алған жоқ, кегіздеп барған да жоқ менің артымнан ешқайсысы. Неге өздері сатып тұрып кімнен кегіздейді? Алақандай қырғызды мен 10 мың әскермен ақ өзімнің қатарындағы бар жеңіп кетемін. Ол да 5-ақ мың әскері бар қырғыз даласы. Оның бәрі сатқындық. Сол сатқындықты сен өзің басыңнан көрдің, басыңнан өткіздің. Және ақиқаттың жоқ екенін білдің. Алла деп құбылаға қарап құлап отқандардың бәрі Аллаға серік қосқандар. Неге 6000-ден астам мешіт бар? Неге еркектердің еркектерге үйленуіне нүктесін қоя алмайды? Пайғамбар айтты нүктесін қоюға. Неге қыздарға қолдау бере алмайды? Неге үкімет ақиқатты айта алмайды? Өйткені сатқындықтар мен сатылғандардың заманы бұл. Ақиқат еш уақытта жоқ. Мен ақиқатты жуылап жатырмын, айтып жатырмын деген қанша партиялар бар, мен солардың бәріне жолықтым. Бәрі айтады, көкемізбен сөйлесейік дейді. Көкесінің бар болсын. Үкіметіңді сатып атсың ба? Демек, маған да бәрін тастап, азаматтықты Қырғызстаннан алып, Қырғызда тұрып, шындықты Қазақстанға айтып, Қазақстан қырғыздар өлтірді деген сылтаумен жауып қойғаны жақсы. Қанымды қазақтың даласында төккім келмейді. Өйткені біздің қазақ біреусі шындықты айтып тұрған жоқ. Бәрі өтірік. Және өтірікке малып алып, өзінің балаларын өтірікпен асырап атқандар. 5 уақыт намаз оқи, иншалла бәрі жақсы болады дейді да, патшаның алдына келгенде Құдайдың айтқан, Құранда тұрған әмірін орындай алмайды. Неге? Өйткені Алладан, Құдайдан, Тәңірден патша үлкен. Құранды, дінді сатып жібереді. Ал мен кодекс ұстап ант беріп үкіметке таза жұмыс жасаймын дегендердің бәрі сатқын. Басынан аяғына дейін түгел сатқын. Және мен шындықты айттым деген адамдардың көбісі бүгін Атомпромды қолдап кетті. Мен үкіметті үйтіп жіберем, бүйтіп жіберем деген. Санжарда Атомпром мықты болды, все бітті деді да, айтып атқан ақиқат. Әркім өзінің беделі жеткен жеріне, керек орнын алғанша ғана, және үкіметке соған жеткізіп қойсаң, мен сенің айтқанын істеймін деп жетуге ғана айтылады екен. Бұның бәрін шешімімен ақырына жеттім. Еш уақытта ақиқат болмайды. Оның бірі, мен деген жекелеген азаматтар бар ма, жарып шығатын, қазақтың 300-дің таңбасын қойып, бірігіп шығайық. Қазақтың басын біріктірейік десек, сен маған бер дейді, мен шығарам дейді. Және оның ішінде де біраз дүниелер айтылады да, жүрегің ауырады. Қазақ, өзіңді өзің тығырыққа тықтың, өзіңді өзің саттың, өзіңді өзің өлтірдің, енді кімнен сұрайсың? Айтайын ба? Кімде кім анасын сыйламайды? Мен сіздерге жұмақпен тозақты айтып берейін. Кімде кім бауырларының ортасында өтірік айтып, тек қана ақша үшін ғана сыйласады, олардың бәрі анасын сатқандар, Құдайын сатқандар, Алласын сатқандар, әруағын сатқандар. Кімде кім бауыры қызметте отырды ма, бітті оның істеген қылмысын көрмей, халықты жазалап жатқанын көріп тұрып, қойшаш бауырым деп айта алмай, және оның істегенін елге жария айта алмай тұрып, мен қазақпын, шындықты айтып жатырмын деп айтпаңдар. Неге? Бұл соңғы нүкте. Мен айттым, биылғы жаз шешет бәрін. Биылғы жаз осы 22 июльде бітет соңы. Содан кейін көресіңдер, кеш боласыңдар деп. Тағы да басқаша, бұл қазақты не үшін өлтіреді,
қазақ не үшін қазақша сөйлеуге болмайды деген тақырыптарым шықты алдында. Соның бәрін алып тастап жатыр. Демек, ютубта, фейсбукта, тиктокта тек қана ана сабынды алып тура жасасаң, бәленбай миллиард көрермені бар, болды. Адамның миын тоқтату процесі. Жастардың бәрі сонымен ауырған. Енді соны қолдап отқан үкімет те, соны қолдап отқан халық та, соны қолдап отқан кім? Өзіміз. Бай демей қойын, кедейлерде. Менің балам қолына бәленбай тұрса, соның балапанын телефондағы, тиктоктағы жындыларды көреді, жақсы заттарды көрсетпейді. Жындыларды көрген сайын оларға ақша береді. Жақсы нәрсені көрсең, оған ақша берілмейді. Демек, өмір строить еткен солай. Бар болыңыздар өтіріктің ортасындағы. Мен енді Қырғыз даласына шығып кетіп, Қырғызстаннан қазақты жамандап, қазақтардың істеген қателіктерін айтып жатсам, онда қоштаса беріңіздер. Жақында барып өлтіреді біздің қазақтар деп. Өйткені бұл қазақ даласында менің қаным төгілгенін қаламаймын. Қырғыздың азаматтығын алып Қырғызда қаным төгілсе, онда кейін бір айтасыздар Кенесары хан сияқты қырғыздар өлтірген деп. Біз сондай халықпыз. Өзіміздің кінәмізді білмей, өзгеден іздейміз. Қалай саттық Кенесары ханды? Солай біз ішінде айтқандарды сатып жатыр. Бар болыңыздар ағайындар.